Сәлем құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге шаш бюралауды үйрететін боламыз. Шашты біз үтікпен бюралаймыз, утюжокпен, яғни утюжоктың температурасы 200 градуста болады. Шашты қалыңдығына қарай бөліп аласыздар. Біз мына шашты үшке бөліп алдық. Қалыңдығы орта қалыңдықта боялған шаш. Қызып тұрған үтікпен шашты осылай бөліп бюралап шығамыз. Шашты қалай бюралап жатқанымыз жақсылап көріп алыңыздар, және бюралағаннан кейін қолыңызбен шаштарды осылай айналдырып түсіресіз. Үтікпен төменге қарай шашты айналдырып тартасыздар. Қатты ыстық болуы мүмкін мына шаштар үтіктелгеннен кейін. Абайлап сеңіздер. Оңынан сол жаққа қарай, сол жақтан оң жаққа қарай бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі жағынан түсіресіздер. Сонда сіздердің шаштарыңыз сыртқа қарап бюраланады. Келесі қатардан да шаштарды өздеріңізге ыңғайлы етіп түсіріп, қатты қалың қылып алмайсыздар, орта қалыңдықта осылай шаштарды алып бюралап отырасыздар. Оң жағынан сол жаққа қарай, сол жақтан оң жаққа қарай бір-біріне қарама-қарсы бағытта бюралау керек. Сонда ғана сыртқа қарап бюраланған шаш болып шығады. Шашқа біз тек жоғарғы жаққа, яғни макушка орай жақта ғана гофре салдық, ал қалған бөлікке гофре салған жоқпыз түбіне. Шаштың түбіне ғана гофре салынады, орай жақтағы шаштарға ғана. Каналымызға лайк басып отырыңыздар, видеомызға лайк басып отырыңыздар, каналымызға жазыла отырыңыздар, видео қызықты болып жатса, бөлісе отырыңыздар, пікір қалдырып отырыңыздар. Желтоқсан айының соңына дейін 1000 подписчик жинап, мақсатымызға жетсек деп ойлап жүрміз. Қызықты видеолар, прическалар жақын арада болады. Түсіріп жүрміз. Скоро монтаж жасап, ютубқа салатын боламыз. Күтіңіздер. Міне екі құлақтың алдындағы шаштарды да бөліп аласыздар. Осылай сыртқа қарап бюралайсыздар. Оң жақтан сол жаққа қарай, сол жақтан оң жаққа қарап бір-біріне қарама-қарсы бағытта бюралаймыз, екі жағынан бастап. Міне, беттен артқа қарап шашты бюралайсыздар. Бұл сыртқа қарап бюралау болып аталады. Бюралап болғаннан кейін шашты егер қалауыңыз бойынша әрине осылай қалдырсаңыздар да болады, болмаса үлкен ірі тарақты алып пляжный локонды жасауға болады. Пляжный локон жасаған кезде әр локонды ашып бір-бірінде лак сеуіп отырасыздар. Сонда ол пляжный локон болып шығады. Тарақпен міндетті түрде тарау керек ол үшін. Ал біз мына жерде клиенттің қалауы бойынша бюраланған шаштарды осылай қалдырамыз. Енді қараңыздар, орай жақтағы шаштың тек түбіне ғана қызып тұрған гофремен түбін ғана салып шығамыз. Майда болып бюраланады, түбі ғана. Бұл не үшін? Бұл әрине шаштың объемын ұзақ сақтау үшін. Екі қатардан осылай жоғарғы жағынан гофре салып шығасыздар. Укладка 2-3 күн тұрады, прическалерде 2-3 күн тұрады. Ұзақ жолға шығатын кезде осылай істеуге болады. Біз бұл прическаға лак сепкен жоқпыз. Клиенттің қалауы бойынша тек бюралап және жоғары жағынан гофре салып бердік. Міне байқап тұрғандарыңыздай локондар сыртқа қарап шығып жатыр, бюраланып. Дәл осылай істейсіздер. Утюжокты қалай ұстап тұрғанымызға аса назар салыңыздар. Солай да сіздер істейсіздер, яғни жоғарыдан ұстап төменге қарап тартып отырасыздар, шашты айналдырып.
дижуктың температурасы 200 градуста. Гофренің де температурасы 200 градуста. Шаш таза, жуылған болу керек. Назарларыңызға көп рахмет. Каналымызға жазыла отырыңыздар, видеомызбен бөлісе отырыңыздар.